Баршаңызға қайырлы күн достар, қалайсыздар? Мен қазір боянып, киініп, сыртқа шығып бара жатырмын. Киім қарауға, бұйыртса ертең тойға барамыз. Соған көйлек табу керек. Сосын мен бетім кішкене ісіп тұр, ауырып тұрғасын. Қараңыздар, менің кожам деген кәдімгідей күшті болып қалған. 2 рет косметологқа бардым, соның өзінде результат деген прям күшті болып. Маңдайымдағы комедоны барлығы кетіп, бетімдегі брюстің орындарына дейін бетім аппақ күшті жып-жылтыр болып қалды. Андай тон жаққан кезде де плотно күшті болып жағады тон. Осы сіздер не істеп жатсыздар? Бір сөйлеп историяға шығып қояйын дедім негізі. Және де достар, мен сіздерге алдынан бері Айдана ханым туралы айтып жүрген болатынмын. Ұрсып қалған 2 жұпты қосуға көмектеседі, ажырасып кеткен семьялар болса, сол кісілерді қосуға көмектеседі. Сатылмай тұрған үйлеріңіз, машиналарыңыз болса, оны сатып береді. Және де жоғалтып алған бағалы қымбат сыйлықтарыңыз болса, соларды табуға көмектеседі, жолдарыңызды ашып береді. Если сіздерге де керек болса, Айдана ханымның аккаунтын белгілеп кететін боламын, міндетті түрде кіріп жазып көрсеңіздер болады. Мен енді кірпіксіз жүремін. Қазір шештірейін деп жатырмын. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн баршаларыңызға. Рахмет. Бүгін енді мен анашым туған күні, ғұмыр жасақ болсын. Мамам хат жасырамын, негізі мамам боласың ғой. Папам мамам боласың. Бірақ көбіне мамам еркелетеді, мен үйдің қанша үлкені болсам да. Сол енді бірден тұрып Ашыбұлақ дейтін жерге келдім. Күндізгі қуаныш бар, күндізгі той, Алла абырой берсе. Енді одан кейін кешкісін ұзату той, сөйтеміз тура кешкісі, одан кейін ұзату тойдан кейін шығып, бірден жолға Шымкентке шығатын боламыз тойға. Сол Алла абырой берсін. Анашым тағы туған күнімен құттықтаймын. Қызық сәттер салып отырамыз ғой негізі. Қызық болса егер сіздерге. Сол осы. Жақсы район екен негізі. Ағайындар, ассалаумағалейкум, қайырлы күн болсын барлықтарыңызға. Бүгін күн жылы болған екен, көктем сияқты, көктемдегідей киініп шықтым. Қолыма костюмді алып, бүгін Бекзат бауырым екеуміз бір үйдің бір отбасының дүбірлі тойына бара жатырмыз. Тізгінді өзімізге берген екен. Бүгін бұйыртса той бізде Бекзат екеуміз асабалықпен бара жатырмыз. Кез келген қуанышты дүркіретіп өткізіп жібереміз ау деп отырған да. Всем приветики, қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Күн күшті болып тұр екен, иә? Біздер сол, олар үйде жоқ. Екеуміз жас жұбай болдық. В принципе, жас жұбаймыз ғой. 사랑해요. қалайсыздар? Андай черри машиналамызға бұрған, иә, айналдан. Осындай бесплатный машин береді ғой, айналдан черри. Соған еңбектеніп жатырық. Бұйырса, оған қалса, оған да жетерміз. Қазір біз қала шаруалатып, шаруаларымызбен шықтық.